иә мынау біздің Айдин и Жанель суретіміз қасымызда. Мен мынандай шай ішіп отыр, осындай Қостанайға әлі жеткен жоқпыз, аз ғана қалды. Осы жерде біз тамақтандық. Мына торғайдың дауысын естіңдер. Бір тоқтадым. Мынау Әулиекөл деген жерде. Былтырма алдыңғы жылма орман өртенген, соларға осындай әдемі үйлер соғып берген. Осындай. Осындай әдемі жол. Сериалым. Мынау осылай төсек жасап алдық. Осындай үйдің қасында, тура телевизордың қасында. Осындай тамаша жерде шай іштік, ұйықтадық. Енді Ақтөбе жаққа қарай жол тартайық деп, шығайық деп жатырмын. Мынандай бүгін біз ауылдамыз. Осындай бір ауылды жерде ауыл болып ояндық. Иттер үрген. Жолға келдік. 2000 километр жүрдік. Туалеттері осындай тап-таза. Аппақ қағазымен тап-таза. Жерде несі бар? Сулары бар. Короче, бәрі күшті.
топырақ емес, құм. Осындай екен жері ше. Ештеңе өспейді, су ештеңе жоқ. Бірақ осы жақын маңда не бар екен? Каспийский море, бірақ бізге көрінбейді. Өте алыс емес, сондай жерде Каспийский море бар. Бәрі құм. Акулар. Вот белые. Мынаны қаздар осень. Казахстанско-российскую границу мы прошли быстро. Сильно не проверяли, ничего не доставали, так просто посмотрели и все, спросили, откуда едете, куда едете. В поселке Красный Яр мы проехали через понтонный мост, он платный. На хайс нам посчитали 250 рублей. Келесі видеода Грозный қаласы туралы болмақ. Бірге саяхаттайық.